Қайырлы күн, қадірлі көрермен және әріптестер. Жамбыл облысының өңірлік коммуникациялар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Добрый день, уважаемые зрители и коллеги. Региональная служба коммуникации Жамбылской области начинает свою работу в прямом эфире. Баспасөз конференциясының тақырыбы қатты және сұйық отымен жанатын пештерде, жылыту жүйелерінде жылыту маусымда өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау, улы газдан уланудың алдын алу, 2023-2024 жылыту маусымына дайындық, табиғи газды қауіпсіз пайдалану жөніндегі іс-шаралар. Облысымыздың бас медиаларының құрметті спикерлерімен таныстырып өтейін. Әкімбаев Мақсат Әшірбайұлы, Жамбыл облысы төтенше жағдайлар департаменті мемлекеттік өрт бақылау басқармасының бастығы, азаматтық қорғау полковнигі. Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғам Жамбыл өндірістік филиалының өндірістік техникалық бөлімінің бастығы Юсупов Абыл Рахманбердіұлы. Мақсат Әшірбайұлы, алғашқы сөз сөзін өзіңізде. Мархабат. Құрметті көрермендер, бұқаралық бақылау өкілдері, бәріне белгілі, осы жылыту маусымы басталған бері өрт оқиғалары өршіп кетіп отырады. Мысалы, өткен жылғы 22-23 жылғы жылыту маусымына келетін болсақ, ол өткен жылғы жылыту маусымында тұрғын үй секторында 2-3 өрт оқиғасы болып, одан 6 адам қаза болды және 5 адам жарақат алды. Сонымен бірге қазіргі өрт статистиканы тоқтатын болсақ, 9 ай ішінде облыс аумағында 611 өрт оқиғасы алып отыр. Оның салдарынан 15 адам қаза тауып және 14 адам әртүрлі дәрежеде күйік алып отыр. Материалдық шығын 150 құраған. Жалпы өткен жылмен салыстырғанда өрт оқиғасы 12%-ға артып отыр. Өртте қаза болғандар адамдар саны 4 есеге және жарақат алғандар саны 2 есеге өсіп отыр. Қазіргі таңда осы жылыту маусым кезінде осы адамдардың өрт кезінде қаза болу, жарақат алу және өрт санын азайту мақсатында профилактикалық жұмыстар қазіргі белсенді түрде жүргізілуде. Жалпы бұл мәселе 20 қыркүйекте алдын ала облыстық төтенше жағдайларды алдын алу және жою комиссия отырысында қаралды және тиісті тапсырмалар айқын. Қазіргі осы жылыту маусымында осал топтағы тұрғын үйлердің азаматтарға кең назар аударылуда. Мысалы, бүгінгі күні осы жергілікті атқарушы органдардың ақпараттарына сәйкес 5219 осал топтағы тұрғын үйлердің азамат есепке алынды. Осал топ тұратын. Қазіргі кезде осы жергілікті атқарушы органдардың қолдауымен осал топтағы тұрғын үйлерде 4200 датчик орнатылды. Оның ішінде 2705 табиғи газ датчигі, 1097 улы газ датчигі және 400 датчик орнатылып отыр. Сонымен бірге Тараз қаласы мен аудан әкімдері тарапынан аз қамтылған отбасылардың 105 осы жеке тұрғын үйлердің жылыту пештерінде жөндеу жұмыстары жүргізілді және 98 тұрғын үйдің жарамсыз электр жүйелері ауыстырылып және 11 тұрғын үйлердің мұржалары тазартылып отырған. Жалпы осы жылыту маусымында өрт оқиғаларына жол беру мақсатында тұрғын үй секторында көп қабатты тұрғын үйлерде 15 қыркүйек пен 15 қазан аралығында өрт қауіпсіздігі айлығы қазіргі өткізуде. Осы айлық барысында осы тұрғын үйлерге өрт оқиғаларын болдырмау бойынша түсіндіру, алдын алу жұмыстары мен жаднамалар таратылды. Жалпы 9 ай ішінде осы тұрғын үйлер профилактикалық жұмыстармен 446 мыңнан астам аула араланып, 2700-ден тұрғындармен жиын өткізілді. Оның салдарынан 670 мың астам адамға осы нұсқаулықтар мен жаднамалар таратылды. Және профилактикалық жұмыстар жүргізілді. Сонымен бірге білім беру ұйымдарында да осы үгіт насихат жұмыстары кеңінен жүргізілуде. Мысалы, 9 ай ішінде облыс аумағында 310 жаттығу өткізілді, 682 интерактивті сабақ, 44 экскурсия және де осы білім өрт сөндіру бөлімдерінде 168 өртке қарсы іс-шаралар жүргізілді. Оның барысында 109 мың оқушыға осы нұсқаулар берілді. Сонымен осы түсіндіру жұмыстары бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде кең жүргізілуде. Жалпы алатын болсақ, қазіргі кезде көп туындайтын мәселе осы шалғай елді мекендердегі тұрғын үйлерде өрт қауіпсіздігін қалай қамтамасыз етеміз деген мәселе кеңінен ұсынып отыр. Осыған байланысты облыс әкімімен бірлесіп
36 шалғай орналасқан халқы мыңнан астам елді мекендер барлар есепке алынды. Олардың бәрін өрт бекеттерін құру жұмысы кезең-кезеңмен қазіргі кезде жүргізілуде. Қазіргі кезде облыс аумағында 18 өрт бекеті құрылды. Осы жылдың 23 жылы мысалы кезең-кезеңмен құру жоспарына сәйкес 3 ауылдық елді мекенде егер тозалып кетсек, мысалы Талас ауданы Майтөбе ауылында, Жамбыл ауданы Өрнек ауылында және де Қордай ауданы Сарбұлақ ауылында осы өрт бекеттері құрып, қазіргі кезде сол ауылда орын алған өрттерге солар шығуда. Сонымен бірге жоспардан тыс Меркі ауданы Тәтті ауылында да өрт бекеті құрылып отыр. Сонымен бірге өрт сөндіру бөлімдеріне көмек ретінде мысалы ауылдық округтерде ерікті өртке құрылымдар құрылған. Қазіргі кезде 165 осы елді мекенде өртке қарсы құрылымдар, жеке құрамы 2128 адам, олар тиісті құрал жабдықтармен жабдықталды. Сонымен қазіргі кезде де осы өртке қарсы қызмет органдарының материалдық техникалық базасын нығайту жұмыстары да осы кезең-кезеңмен өз шешімін табуда. Мысал алатын болсақ, 2022 жылы облыстық бюджеттен 596 миллион теңге бөлініп, оған 12 өрт сөндіру техникалар алынды. Осы жылы 507 миллион теңге қаржы бөлінді. Оғанда осы 8 техника қазіргі сатып алыну жұмыстары жүргізілуде. Сонымен бірге тағы да бір өзекті мәселе, бұл облыс аумағындағы білім беру ұйымдарындағы жылыту қазандықтарын қауіпсіз орынға көшірілу. Жалпы осы 60 ұйым есепке алынған, қазандықтар мектеп ғимаратына жапсарлы орналасқан. Қазіргі кезде 38 білім беру ұйымдарынан осы қазандықтар қауіпсіз орынға көшіріліп отыр. 22-сі қалып отыр. Бұл 22-ді 25 жылға дейін кезең-кезеңге бөлініп, ол өз жұмыстарын жүргізуде. Қазіргі кезде осы 22 білім беруінде қазандықтарды осы сыртқа қауіпсіз орынға көшіру жұмыстары қазір жүргізілуде. Сонымен бірге осы жылыту маусымының алдында департамент тарапынан 5 жылу энергиялық қамтамасыз ететін ірі объектілер профилактикалық бақылау тексеру жүргізілді. Нәтижесінде 42 кемшілік анықталды. Олар мысалы ТЭЦ энергоорталықта және номер 4-ші қазандықта және де Талас ауданындағы игілік мекемесінде және Жігірес акционерлік қоғамында орын алып отыр. Бұлар бойынша жою бойынша және жылыту маусымында дайындық келтіру мақсатында бұлардың бәріне ұйғарымдама берілді. Қазіргі кезде бұл өрт қауіпсіздік талаптар, кемшіліктер қазіргі кезде жоюға алып қолданысқа енгізіліп отыр. Жалпы қысқаша болса, егер сұрақтарыңыз болса. Баяндамаңызға рахмет. Абыл Рахманбердіұлы, келесі сөз тігін өзіңізде. Мархабат. Құрметті көрермендер, құрметті тұтынушылар, Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы Қазақстанның ішкі нарығындағы тұтынушыларды үздіксіз және апатсыз газбен жабдықтауды қамтамасыз ететін ірі газбен жабдықтаушы ұйым болып табылады. Қазіргі таңда Жамбыл облысы тұрғындарын тауарлық газбен қамтамасыз етіп отырған 17 газ тарату станциясы бар. Оның біреуі қоғамның меншігінде. Жалпы газ құбырының ұзындығы 6900 километрді құрайды. Облыс бойынша газ реттеу пункті 207 дана, шкафтық газ пункті 1417 дана, жеке шкафтық пункттар 22781 дана, тұрмыстық тұтыныстардың саны 228600, облыс бойынша коммуналдық тұрмыстық тұтынушылардың саны 6401, өнеркәсіптік кәсіпорындар 458, оның ішінде жылу беретін компаниялар 143 дана құрайды. Қазіргі таңда Жамбыл облысы бойынша 371 елді мекен бар. Оның 269-ы газдандырылған, 73% газ алып отыр. Бізде 10 аудан болса, қазір 9-ы газдандырылған. Жылдың басынан бері 3 елді мекен газға қосылды. Жылдың соңына дейін тағы да 10 елді мекен газға қосылады деп жоспарлануда. Қоғам жылдан жылға тұтынушылар арасында тұрмыстық газды қауіпсіз пайдалану ережелерін халыққа түсіндіру бойынша жүргізіліп жатқан профилактикалық жұмыстарды күшейтіп келе жатқанына қарамастан жазатайым оқиғалар күннен күнге артып келеді. Салыстырмалы күйде айтатын болсақ, 2020 жылы 77 улану оқиғасы тіркелді.
Сол себебінен 157 адам зардап шекті, оның 9-ы қайтыс болды. 2021 жылы 60 оқиға болса, 123 зардап шекті, 123 адам, оның 5-еуі қайтыс болды. 2022 жылы 60 оқиға тіркелсе, 147 адам зардап шекті, 5 адам қайтыс болды. 2023 жылдың бойынша 69 тіркелді, жылыту маусым кезінде 172 адам зардап шекті, 9 адам қайтыс болды. Барлық жазатайым оқиғалардың себебі түтін мұржаларының жеткіліксіз немесе жетіспейтін тартуы нашар болғандықтан және мерзімі техникалық қызмет көрсету жүзеге асырылмағандықтан. Сондай-ақ мұржалар көбінесе қауіпсіздік пен құрылыс нормаларына сәйкес келмеуіне байланысты және тұтынушылар газ пайдалану құрылғыларын өз бетінше қосуға немесе орнын ауыстыруға жол берген. Сондай-ақ қолдан жасалған газ жабдықтарын пайдалануда. Қазтрансаймақ акционерлік қоғамы өндірістік филиалы жазатайым оқиғалардың алдын алу мақсатында Жамбыл облысы аумағында газ және газ қондырғыларын қауіпсіз қолдану ережесін сақтау бойынша жазатайым оқиғалардың алдын алу мақсатында жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп жұмыстар жүргізілуде. Газға төлем түбіртегінің артына тіркелген тұрмыстық газ пайдалану жадынамалары таратылуда. Біз осы айда мынандай газдың түбіртегінің артына газ және оны пайдалану ережелерін тіркеп халыққа облыс бойынша таратылды. Бұны енді үлкейтіп көрсететін болсақ, мынандай светном видео осылай таратылған. Барлық тұтынушылар осыны қарап оқысаңыздар болады. Қазан айының 1-ші күнінен бастап 1 айлық қауіпсіздік айлығы жарияланды. Сол айлық бойынша жоспар құрылып, сол жоспар іс-шаралар атқарылуда қазіргі таңда. Жамбыл облысы бойынша біз қысқа дайындық бойынша 100% дайынбыз халыққа тұтынушыларға газ беруге. Енді қысқаша айта кететін болсақ, газдың табиғи газ дегеніміз ол негізінен метаннан тұрады. Қоспасы. Ол өздеріңіз білесіздер, табиғи газ ол иіссіз, түссіз. Оған иіс беру үшін одорант қосылады. Оның жақсы қасиеті де бар, жаман қасиеті де бар. Жақсы қасиеті ол салыстырмалы түрде арзан отын, экологиялық таза және тасымалдау оңай. Енді оның жаман қасиетіне келетін болсақ, теріс қасиеті ол жаңағы газ иіссіз болғандықтан ол жарылғыш, өрт қаупі бар. Адам газ ағзасына тұншықтыратын әсері бар. Газ негізінде өздігінен жанбайды, оның жану үшін оған ауа қажет. Жаңағы айтып өттім ғой, газды иіс беру үшін оған одорант қосылады. 1000 кубқа 16 грамм мөлшерінде этил меркаптан деген қоспа қосылған кезде газдың иісі сезіледі. Енді улану белгілері, улану жеңіл және орташа жағы ауыр болып келеді. Жеңіл уланған кезде бас ауыру, тұншығу, бас айналу, кеуденің ауыруы, құрғақ жөтел, жүректің айнуы, құсу, қан тамырының көтерілуі, осындай адамда осындай белгілер белгіленеді. Орташа болған кезде қозғалудың қиындайды, естен таниды. Ауыр болған кезде естен танып, сіңірдің тартылуы, тыныс алудың бұзылуы. Сондықтан өте қауіпті бұл тұншығу деген газбен. Газдың енді жану толықтығын анықтау. Газдың толық жануын көзбен анықтайтын болсақ, ол жану процесі жалын түсі мөлдір немесе көкшіл жасыл түсте болады. Егер жалын түсі сарғыш қызыл реңде болса, оның жануы толық емес болып, толық еместігін білдіреді. Газды пайдалану кезінде мынандай мәселелер тыйым салынады. Пешті пайдалануға, балаларға пайдалануға болмайды. Пешті пайдалануды білмейтін өзге адамдарға жақындауға болмайды. Пеш қондырғыларын өз еркімен өзгеріс енгізуге немесе жөндеуге, газ плиталарын үйді жылыту үшін қолдануға,
дымоход дейміз ғой, жаңағы вент канал, дымоход, желкөз желдеткіш каналдарын жабық күйінде қолдануға, мұржалардың түтін тартқыштар пештерді пайдалануға, газ жабдықтарын орнатылған бөлмеге ұйықтауға немесе демалуға, қолдан жасалған пештерді өз күшпен орнатуға, пайдалануға тыйым салынады. Сонымен қатар қысқаша көгілдір отынның тарифін айта кетейін. Қазіргі таңда тұрғындар үшін газдың төлемі 1000 кубқа шаққанда 31.149 теңге 91 тиынды құрайды. Бұл жеке тұлғаларға, заңды тұлғаларға 1000 куб газға есептегенде 48.542 теңге 76 тиынды құрайды. Мемлекеттік атаулы көмек алатын тұрмыстық тұтынушыларға 1000 кубты есептегенде 24.224 теңге 11 тиынды құрайды. Енді тұрғындар назарына Қазақстан Республикасының газ және газбен жабдықтау туралы заңына сәйкес газ тұтыну жүйелерінің және газ жабдығының иелері олардың тиісті техникалық жай-күйінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндетті екендігін және де коммуналдық тұрмыстық және тұрмыстық тұтынушылардың газ тұтыну жүйелерін және газ жабдығына техникалық қызмет көрсетуге арналған шарт жасаспай оларды пайдалануға тыйым салатынын ескертеміз және табиғи газ ережелерін сақтауды сұранамыз. Назар аударғаныңызға рахмет. Баяндамаңызға рахмет. Құрметті әріптестер, тақырыпқа сай қояр сауалдарыңыз болса, мархабат. Әріптестер, қосымша сауалдарыңыз болмаса, баспасөз конференциясын тәмамдаймыз. Құрметті спикерлер, алаңымызға келіп тақырып аясында толық ақпарат бергені үшін алғысымызды білдіреміз. Аман, сау болыңыздар.